Достар, сәлем. Бүгін сіздермен осындай сэндвич жасау жолымен бөлісемін. Бұл сэндвичті таңғы асқа немесе түске басар ретінде, тіпті мектептегі балаларға түскі ас ретінде және жазғы күндері пикникте жеуге болады. Өте тойымды, ал салмасын өз қалауларыңызша өзгерте бересіздер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал біз бастайық. Ыдысқа жылы сүт, ашытқы, қант және сұйық май құйып, барлығын араластырып аламыз. Енді елеуіштен өткізіп ұн қосамыз және жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бөліп қосыңыздар және төменде берілген мөлшерден көп ұн қолданбаңыздар. Қамырыңыз тығыз болып кетпесін. Сол кезде сэндвичтер жұмсақ болып шығады. Енді бетін осылай жауып, жылы жерде 1-1,5 сағаттай сақтаймыз. Достар, мен қамыр тез көтерілу үшін оны осылай бірнеше орамалға ораймын. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Қамыр дайын, сэндвич жасауға кірісеміз. Алдымен қамырды 9-ға бөліп аламыз. Әрқайсысын домалатып, беті кеуіп кетпес үшін орамалмен жауып қоямыз. Енді әр домалағымызды жұқалап жайып аламыз да, кішкене сұйық май қосып, бетіне жағып шығамыз. Және видеода көрсетілгендей 3 бұрыш формаға келтіреміз. Достар, осы жерде менде видеоға түспей қалған екен. Міндетті түрде пешке салмас бұрын сэндвич бетіне жұмыртқа жағыңыздар. Бұл өте маңызды. Сол кезде беті қызарады, әйтпесе ақ болып тұра береді. Пісіп-піспеуін түсінбейсіздер. Енді осы дайын сэндвичтерді алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште үстіңгі деңгейінде 20 минуттай пісіреміз. Беті қалай қызарады, бірден пештен шығарыңыздар, әйтпесе қатты болып кетеді. Мінеки біздің сэндвич дайын болды. Осындай әдемі және жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.